дәріс, жалпы білім алып жүру, тал бесіктен жер бесікке шейін парыз бізге. Тек қана осымен шектелмеңіздер. Ертең ауылға барған кезде де әр ауылда мешіт бар. Әр қалада қалалық мешіттер бар. Соған барыңыздар. Апаларға, әйелдер жағында ұстаздар бар, қыз балалар сабақ береді. Ер азаматтар жағында онсыз да дәрістер жүріп жатады. Кешкі уақытта, түскі уақытта деген секілді. Соны жалғастырыңыздар, тоқтатпаңыздар. Білдіңіздер, әрқайсымыз өзіміз әлсіз жерімізді білдік мына жаққа келгенде. Біреуіміз Құран оқи алмайды екенбіз. Біреуіміз тағы басқа дұғаларды оқи алмайды екенбіз. Біреуіміздің тіліміз келмейді екен екеуіне де. Әрқайсымыз деңгейіміз әртүрлі екендігін көздеріңіз көріп, түйсінімізге жетті ол нәрсе. Бұл деген сөз, демек, Аллаға шүкір деп айтайық, білмегенімізді мойындап, кеш болсын, ерте болсын, қадам жасау, ол шариғатта бағаланады. Бұл жерде ең жаман сипат, білмейтінді білесің, бірақ сол білмейтінді білсен де талпынбайсың, жүре беру, ол жаман нәрсе. Осы Алла Субхана тағала бізді мына руханиятқа шақырып, білім алуымызды нәсіп етті. Енді өткеннен бері біраз жас балалардан да естіп қалдым. Ағаларымызда бір сұрақтар қойып жатыр маған. Жалпы оңаша баратқан кезде, келе жатқан кезде ол Мәдинада да қойылды, Меккеде де қойылды маған бұл сұрақ. Мына жақта қажылардың намаз оқу үлгісі басқаша екен. Қолдарын қайда-қайда көтереді екен. Фатиха сүресінен кейін аминді сырттай дауыстап айтырады екен. Жаназа намазда бір-ақ жаққа сәлем береді екен. Бұларда намаздан кейін тәсбih тартпайды екен отыра қалып. Деген сияқты осындай сұрақтар қойылып жатыр маған. Құрметті қажылар, ашық айтамыз, біз Матруди ақидасындамыз, Ханафи мазхабындамыз. Біздің сеніміміз имам Матруди деген ғалымның сеніміндеміз. Қандай ғалым? Имам Матруди. Бұл сенім Пайғамбар алейхиссаламның сенімі. Өйткені Құранды, сүннетті бізге жеткізген ғалымдар бар. Алла Тағала Құранда айтқан, әр саланың мамандары бар, сендер одан сұраңдар деген. Сол секілді дінді да бір сала деп білсеңіздер, бұны жеткізген мамандар бар. Ғасырдан ғасырға, ұстаздан шәкірттен шәкіртке келе жатқан өте үлкен сара жол мынау. Енді жаңағы мәселеге кірісетін болсақ, біз неге қолымызды рукуға баратқан кезде қолымыз көтермейміз, сәждеге барған кезде қол көтермейміз, немесе жаназа намазда, жаназа намазда қатысып жатсыздар, бұларды көтеріп жатыр ма қолын? Көтеріп жатыр. Әр тәкбір алған кезде Аллаху акбар, Аллаху акбар деп сол 4 мәрте, 4 тәкбірде қол көтеріліп жатыр. Енді бұл мәселені алатын болсақ, біз неге көтермей жатырмыз? Деген сұрақ бар. Екіншіден, бұлар арабтар ғой, бұлар біледі ғой бір нәрсені. Біз неге бұларға ілеспейміз? Немесе біз өзіміздің білгенімізбен қатайып алып жүруіміз керек па осылай? Деген секілді мәселе көтеріліп жатыр. Оның жауабын айта кетейін. Мынау қолды көтеріп намаз оқу, рукуға баратқанда, сәждеге баратқан кезде бұндай хадис бар. Имам Бухарида келетін, Муслимда келетін хадис бар. Пайғамбар алейхиссалам осылай намаз оқыған жайында не бар? Дәлел бар ма? Дәлел бар. Сол дәлелді бұлар ұстанып жатыр. Біздің намазымыз не болды десеңіз? Біздің намазымыз. Біз қолымызды бір мәрте тәкбір тахримде құлақтың тұсына шейін көтереміз. Одан кейін қолымызды байлаймыз да, рукуға баратын кезде қол көтереміз ба, көтермейміз ба? Көтермейміз. Сәждеге баратын кезде қол көтермейміз біз. Бұл қайдан келген нәрсе бұл? Біз неге жаңа өзіңіз айтқандай пайғамбар істеген нәрсені істемейміз десеңіздер, жоқ, біз пайғамбар істегенді істеп жатырмыз. Енді Пайғамбар алейхиссаламның намаз үлгісін ғалымдар айтады, екіге бөлінеді дейді. Әуелгі кезеңде қол көтеру үлгісін жасаған Пайғамбар алейхиссалам. Әуелгі кезең дегеніміз қай кезең ол? Яғни ислам жаңадан келді, Пайғамбар алейхиссаламға намаз парыз етіліп, сөйтіп сахабаларына жаңадан үйретіп жатқан кезде
қайта қол көтеріп намаз оқыған үлгі болды дейді. Бұндай болды, бұны ешкім жоққа шығарамайды. Бұл хадисте келген, ол кітаптарда ол тұр, ол мағына, ол хадис бар. Ханафи мазхабы, біз Абу Ханифа деген рахмахуллах, Нұғман ибн Сәбит деген ғалымның соның сызып кеткен, салып кеткен, яғни Расул саллаллаху салып кеткен жолын жеткізген ғалымның жолымен келе жатырмыз. Соны мазхаб дейміз. Ханафи мазхабында жаңа айтылған қол көтеру нәрсенің бәрі күші жойылған деп есептелінеді. Жаңа қол көтеру қайта. Енді дәлел айтайық бұл жерде. Неге олай десе, Абу Ханифа рахмахуллахтың ұстанымы бұл пайғамбар алейхиссаламның өмірінің соңғы кезеңіндегі амалдарды алған ол кісі. Немесе былай түсіндірейін. Мысалға, біз қай жыл тәуелсіздік алдық? 91-де, сөйтіп содан конституция заңымызды қабылдап алдық, солай ғой. Мына бүгінде елімізде референдум болып, заңға өзгертулер болып жатыр, Алла қайырын берсін. Сондай бір жақсы, қайырлы, халыққа ыңғайлы шешімін табылсын деп дұға қылып жатырмыз иншалла. Қайырлы болсын, не болса да. Сол 91-де тәуелсіздігімізді алдық, кейін конституция заңымызды бекітіп алдық қой. Содан бері 30 жыл уақыт өтті. 30 жылдан бері заң өзгерді ме, өзгермеді ме? Өзгерді ғой заң. Мысалға біреу қазір елде бір заң бұзушылықты жасады, ережені. Кейін оны заң бұзғаны үшін деп айыппұл салып жатса, ол айтып жатыр да, 2007 жыл осындай заң болған ғой бізде десе. Оған не деп айтады мияқтағы кісілер? Сен не? Қалып қойғансың ба 2007-те не? Қазір 2022 емес па? Одан бері қанша заң өзгерді ғой. Дұрыс, сен айтып жатқан заң бар. Ол архивта тұр. Бірақ ол өзгерді ғой кейін заң. Жаңа заң шықты да, ол енгізілді деп айтылады. Сөйтіп, ескі заң күшін жойды деп жарияланады халыққа. Дәл сол секілді пайғамбар алейхиссаламның да мынау жаңа айтып жатқан қол көтеру мәселесінде алдыңғы кейінгі болып бөлінеді екен. Біздің оқып жатқан намазымыз бұл пайғамбар алейхиссаламның соңғы үлгідегі орындаған намазын біз оқып жатырмыз. Біздің оқып жатқан намазымыз. Бұған дәлел айтайын. Өткенде Мәдинеде болдық. Сол жерде пайғамбар алейхиссалам жанында кім жатыр? Жерленіп? Абу Бакр Сыдық радиаллаху анху жатыр. Оның жанында Омар ибн Хаттаб деген сахаба жатыр. Сол Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху халифа болып тұрған кезінде, патша болып тұрған кезде, мынау Шам қаласы, Сирия, мынау Ирак, сояқтың бәрі Шам деп айтылады. Сол Шамға әрі сол жердің басшысы ретінде, әрі дін үйрететін қылып, бір адамды жіберген ол кісі. Бектеді сол жаққа. Ол кім? Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху, сахаба. Кімді жіберген? Абдулла ибн Масғуд деген кім ол? Ол пайғамбар алейхиссаламның аяқ киімін көтеруші деген атағы бар ол кісінің. Зу Нағлейн. Қандай атағы бар? Пайғамбар алейхиссаламның жанында көп жүргені соншалық, Расул алейхиссалам мешітке келіп аяқ киімін шешкен кезде аяқ шип-шип дейді. Сол шип-шиптерін қолына киіп алып күтіп тұратын болған есіктің алдында. Пайғамбар алейхиссалам шығады, аяқ киімін қойып береді, бірге жүреді болған жанында. Расул алейхиссаламның мүбәрак жанында жүріп, пайғамбар алейхиссаламның аяқ киімін көп қолына алып көтере бергендіктен, онда сондай атақ бар. Қандай атағы бар? Зу Нағлейн. Аяқ киімнің иесі деген атағы бар. Ол аяқ киім кімдікі? Пайғамбар алейхиссалам. Сол Расул алейхиссалам жанында жай жүрген жоқ ол кісі. Қазір бізде кейде жанымызда жүреді кісілер. Фотоға түсіп береді бірақ. Бірақ жанында жүргенде ешкім толық жоқ оларға. Үйренбейді. Бір нәрсені біліп қалайыншы деген ізденіс жоқ адамдарда. Қазір күнде. Бірақ ол кезде сахабалар ондай емес қой. Пайғамбар алейхиссалам жанында жүріп бүткіл нәрсені үйреніп жүр ол жігіт. Қарап жүрген жоқ. Сондай Құранды, діндің, ғылымын жақсы игерген соншалық, пайғамбар алейхиссалам өзі айтқан. Мына Абдулла ибн Масғудтан менен Құранды естігендерің секілді Абдулла ибн Масғудтан да Құран үйреніңдер деп айтқан. Тыңдай аласыңдар одан дейді. Құрандағы аяттар, әрбір аяттың тарихы бар түскен.
былай түсе бермеген. Әрбір оқиғалар болады, соған жауап ретінде аят түсіп отырады да пайғамбар саламға. Соның бас аяғы 23 жылға созылған. 23 жыл. Соны Абдулла ибн Масғудты Расул айтты, тарихын біледі дейді. Асбаб нұзул дейді. Әрбір аят кім себепті түсті, қай жерде түсті, не оқиға болды, соның бәрін мынау біледі дейді. Менен Құранды қалай былай үйренгілерін секілді, дәл осылай Абдулла ибн Масғудтан да үйрене аласыздар деп пайғамбар алейхиссалам өзі характеристика берген, мінездеме берген. Көзінің тірісінде Расулаллах алейхиссалам. Осыдан ақ білсеңіздер болады, Абдулла ибн Масғуд қандай ғалым болғандығын. Расулаллах жанында көп жүрген соншалық, ол кісі осы діннің негіздерін игеріп алған сахаба болды. Өткен сахабалар бөлінеді. Ғылыммен айналысқан сахабалар бар, егіншілікпен айналысқан сахабалар бар, мал шаруашылығы, әскери сахабалар. Қазір біздің күніміздегі секілді бөліп сала-саламен жүрген адамдар еді. Ал бірақ біз айтып жатқан жаңа Абдулла ибн Масғуд деген сахаба, ол әскери де емес, ол саудагер емес, ол егінші емес, ол кім? Дінді үйрететін ұлағатты ұстаз болды ол кісі. Сөйтіп, Омар ибн Хаттабтың заманында енді ол кісі халифа Шам өлкесіне сол жақтағы адамдардың сұранысы бойынша сол кісіні жіберді. Кімді жіберді? Абдулла ибн Масғуд деген сахабаны жіберді. Жазып қойыңыздар, дұрыс деп, тұтып қойыңыздар. Ол барды, барған кезде сол Шам өлкесінің халқы қошеметпен керемет деңгейде, үлкен деңгейде қарсы алады ол кісіні. Алланың расулы келе жатыр дейді. Яғни Алланың елшісінің елшісі қош келдіңіз деп, халық болып ол кісіні қошеметпен қарсы алады. Сөйтіп, қошеметтерін көрсетіп, ол кісімен сөйлесіп, сырласып, қонақ жайлықтарын көрсетіп, кейін жаңағы кісілердің ішінде, ол кісілердің табиғиндары ғой. Табиғин деген сахабаны көрген адамдар. Табиғиндар пайғамбарды көрмеген. Яғни Расулаллах саллаллаху кейін өмірге келген адамдар. Сол табиғиндардың біреуі жаңа Абдулла ибн Масғудқа айтады. Пайғамбар алейхиссаламның намаз оқу үлгісін көрсетіңізші бізге. Расулаллах қалай намаз оқитын еді дейді. Керемет сұрақ қойған да. Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху сол отырған жерінен тұрып, осындай бір үстін болды дейді. Сол үстіннің артында тұрады да 2 ракағат намаз оқыды дейді. Дәл қазір қалай оқыдық біз? Қолымыз алақанымызды құбылаға қаратамыз. Құлақтың тұсына дейін такбир алады да, қолды кіндіктің тұсына байлап, аяғының арасы 4 елі, дәл осындай үлгіде намаз оқиды, қолын көтере бермейді ешқандай. Сөйтіп намаз сәлем береді. Пайғамбар алейхиссаламның соңғы намазы осындай болған деп айтқан ол кісі. Кім айтып жатыр бұл әңгімені? Абдулла ибн Масғуд деген сахаба радиаллаху анху. Сөйтіп сол жерге басшылық болып тағайындалды, әрі дін үйрететін ұстаз болып тағайындалған ол кісі. Сөйтіп сол жерде дін үйрететін медресені ашты ол кісі. Сол медресенің директоры енді ол кісі, басшысы. Шәкірт тәрбиелейді. Мықты шәкірттерге білім беріп, шәкірт шығарады. Шәкірттердің ішінде ең мықты шәкірт болып шыққаны Ибрахим Нахи деген табиғин. Кім? Ибрахим Нахи. Жазып қойыңыздар. Абдулла ибн Масғуд өмірден өтіп, Алланың құзырына кеткен кезде сол жаңа медресенің директоры болып, басшысы болып, енді сол кісі орнына қалады. Ұстаздан қалған білімді жалғастырып жатыр ана жігіт. Есімі кім? Ибрахим ибн Нахи. Ибрахим Нахи радаханхудың дәріс беріп, шәкірттерді дайындап, шәкірттерінің ішінде ең мықты болып шыққан Балхи деген ғалым шыққан. Кім? Имам Балхи. Жазып қойыңдар есімін. Міне Аллаға шүкір, біздің шежіреміздің бәрі орында тұр, Аллаға шүкір. Ешкім самоучкалар жоқ мұның ішінде. Өз бетінше әрекет қылып, пірмен ұрып жүрген ешкім жоқ ол жерде. Бәрі шежіре Расулаллахқа кетіп барады, қараңыздар. Пайғамбар алейхиссаламнан Абдулла ибн Масғуд алды. Абдулла ибн Масғудтан кім алды? Кім шәкірт жаңағы? Ибрахим Нахи. Ибрахим Нахидің шәкірті кім? Балхи. Ибрахим Нахи қайтыс болды, Алла рахматына кетті. Сол медресенің басшысы болып енді Балхи, имам Балхи бекітілді.
имам Балхи да дәл сол ұстаздарынан алған білімді жеткізді, шәкірт тәрбиеледі. Шәкірттердің ішіндегі ең мықтысы болып имам Хаммад шықты. Хаммад, жазып қойыңыздар. Ұстаз Хаммад деген шықты. Кім деген? Хаммад. Имам Балхи қайтыс болды. Сол медресенің басшысы болып, әрі ұлағатты ұстаз болып. Кім бекітілді? Хаммад. Имам Хаммад радиаллаху анху бекітілді. Сөйтіп ол кісі дәріс беріп жатыр. Шәкірттерді тәрбиелеп жатыр. Сол шәкірттердің ішінден жүзден жүйрік, мыңнан озып шыққан Абу Ханифа болды. Кім болды? Абу Ханифа. Имам Хаммад радиаллаху анху Алланың құзырына кетті, қайтыс болды. Жаңағы медресенің басшысы болып кім қалды? Абу Ханифа қалды. Демек, міне қазіргі біздің ұстанып келе жатқан мынау Ханафи мазхабымыздағы деп оқып жатқан үлгіміз, бұл Абу Ханифа рахмахулланың ойынан тапқан бір амалдар емес бұл. Бұл шежіре Расуллаға барады. Пайғамбарға баратын шежіре бұл. Аллаға шүкір тауба, біздің ата-бабаларымыз өте сауатты болған. Сол 4 мазхаб бар әлемде. Жазып қойыңыздар, неше мазхаб бар? 4 мазхаб бар. Ғасыр жағынан айта кетейін. Бірінші Абу Ханифа, екінші имам Малик, үшінші имам Шафиғи, төртінші Ахмад ибн Хамбал деген ғалым. Ғалымдар жалпы әлем 4 мазхабтың салып кеткен жолы бойынша намаздарын оқып келе жатыр қазір әлемдегі мұсылмандар. Сол әлемде қазір 2 миллиардқа жуық мұсылман болатын болса, әлемде. Сол 2 миллиардқа жуық мұсылманның ішіндегі 70%-ы Ханафи мазхабымен намаз оқиды. Ойламаңыздар, тек қана Қазақстанда ғана емес, тек қана Алматының төңірегінде ғана емес. Әлемде айтып жатырмын мен. Пакистан жүріп жатыр, Индия, Түркия, Мысырдың біраз жері. Кеше таксидан Йемендік бір таксимен арабпен сөйлесіп отырмын. Йеменнің біраз жері. Яғни әлемнің бүткіл мұсылмандардың 70%-ы әлемдегі Ханафи мазхабымен намаз оқиды. Абу Ханифа рахмахулланың салып кеткен сол үлгісімен намаз оқып жатыр. Соның ішінде Аллаға шүкір, бізде қазақ халқы міне ата-бабаларымызбен осы жолды ұстандық келе жатырмыз. Енді неге Абу Ханифа деген сұрақ келуі мүмкін? Неге Абу Ханифа? Неге имам Шафи емес біздің елдерде? Неге имам Малик емес, Ахмад ибн Хамбал емес? Неге десек, біздің ата-бабаларымыз көрдіңіздер ме? Жаңа айтылғандай 4 имамды саралаған. Пайғамбар алейхиссаламға қайсысы жақын өмір сүрген бұлардың? Десе, 4-еуінің ішіндегі Расуллаға жақын өмір сүргені Абу Ханифа екен. 7 сахабаны көрген адам. Неше адамды? Нешеуін? 7 сахабаны. Көргенде жаңа айтқандай, тек қана селфимен суретке түскен жоқ олар. Ой, пайғамбардың сахабасы екен мына кісі. Барып суретке түсіп қайтайын ана кісімен. Бір селфилатып қайтайын деген жоқ ол кісі. Абу Ханифа рахмахуллах сахабалардан білім алған ол кісі. Ал қалған мына үшеуі кімдер олар? Имам Малик, имам Шафии, Ахмад ибн Хамбалдар. Бұлар атба табиғиндер бұл. Бұлар табиғинді көрген адамдар. Түсіндіре алдым ба? Mesela Абу Ханифа хижреттің 80-інде өмірге келді. Хижреттің 150-ші жылы өмірден өтті ол кісі. Дәл сол жылы имам Шафи өмірге келген. Дәл сол жылы 150-ші жылы хижреттің. Міне сол себепті осы 4 мұжтахид ғалымдардың ішінде пайғамбар алейхиссаламға ең жақын өмір сүріп тұрған сахабаларын көріп тұрған кісі. Біреуін емес, 7-еуін көрген. Кім ол? Абу Ханифа рахмахулла. Және оның ұстанымында қарасақ, ұстаздары бәрі шежіре Абдулла ибн Масудқа барып тұр. Абдулла ибн Масуд кімнің шәкірті? Пайғамбар алейхиссаламның шәкірті. Міне, сол себепті жаңағы қол көтеріп намаз оқып жатқандар мен жаңа айттым. Ондай орындалған кезеңдер болған. Бірақ пайғамбар алейхиссаламның соңғы кезегінде қарасақ ондай болмаған дейді. Ондай болмаған. Бәлкім Ханафи мазхабында ғалымдар айтқан, бұл қолды көтере беріп қайта қол көтеру мәселесі бұл мансух болған деп айтқан.
Мансух деген жаңа айтылғандай күші жойылған. Мен жаңа айттым 2007 жылдағы заң, кейін екінші бір заңның шығуымен ол жойылды. Ол архивте тұра береді, бірақ жазылып тұр, оны ешкім жоққа шығаруға болмайды. Ондай болмаған деп айтуға да болмайды. Бар, болған. Бірақ амал істеу жағына келетін болсақ, амал істеу келу жағына, біз соңғы күшін жоюшы, күшінде тұрған сүннетті ұстанып келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Келістік қой. Демек, міне сол қол көтермей намаз оқып келдік елден, енді қолымызды көтермей намаз оқып қайтайық елге, елге бар бір жаңағыдай бір жаңалық ойлап тауып жүрмеңіздер. Мына кісілер қажылыққа барғанға шейін нормально жүрген еді. Қажылыққа барып келді, апамыз талтайып тұратын болды. Қол деген мынау қайта-қайта. Не апа десе, мен сүннетпен оқып жатырмын мен. Басы көп қатырмаңдар. Мен көрдім ана жақта арабтардың қалай сүннетпен жүргенін. Дін сүннет арабтан шыққан. Мен Құдай көзіме көрсетті, арабтарды көзімен көрдім қалай оқығанын. Қалай әмин деп айқайлағанын естідім деп, елге барып айқайлап жүрмеңіздер, Фатиха сүресінен кейін. Имамдар ертең маған ренжімесін. Мұнан бәрін жинап алып мектепке келсін барын бәрін. Нормально кеткен еді апамыз. Елге келіп айқайлайды да жүреді. Деп тұрмасын. Және айтамын. Біздің елімізде Аллаға шүкір, сол енді Малики, жаңа айтып жатқан Ахмад бин Хамбал, имам Шафидің мазхабтарында біз құрметтейміз олардың да, ғалымдарын. Оны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ айтқым келгені, елімізде мынау діни, жаңа фиққа қатысты ғылымдардың бәрі Ханафи мазхабында жазылған. Сол кітаптар аударылған біздің тілде. Ешқандай мыналардың қазір істеп тұрғандағы кітаптардың жауабын елден таппайсыздар. Ондай аудармалар жоқ елде. Екіншіден, елдің бәрі сол бір жолмен кетіп баратқан болса, сол бір ережемен, сіз өзіңіз оқшалауын не істейсіз оны? Елден бөлектеніп, жоқ мен былай істеймін деп. Сол үшін айтарымыз, бәрібір де кез келген нәрсені адам соңғы үлгінің таңдайды. Екіншіден, біздер ешқашан Пайғамбар алейхиссаламды сахабалар секілді танымаймыз, құрметті қажылар. Сахабалары бізден қарағанда әлде қайда Расулланы жақсы таниды олар. Сахабалары. Пайғамбар алейхиссалам намазда тұрған кезде артында бірінші сапта тұратын сахабалар жаңа төртеуі. Абу Бакр артында тұрады. Омар, Осман, Али, Абдулла ибн Масғуд, Абдулла ибн Омар деген ұлы сахабалар, Абу Хурайралар бірінші сапта тұратын еді олар. Олар жаңағы қолдарыңызды ла шұғыл фи сола, намазда іс қимылдың бәрін тоқтатыңдар деуімен біз қол көтермей қойдық деп айтқан олар. Тастадық дейді. Сөйтіп Расул саллаллаху күндердің күнде бір мешітке кіріп қалған кезде қолын қайта-қайта көтеріп намаз оқып тұрған сахабаны көрген кезде Пайғамбар алейхиссалам оған айтты: "Мен сендерге айттым емес па? Неге қолдарыңды қайта-қайта көтере бересіңдер? Аттың құйрығы желпи берген секілді қолдарыңды желпи бермеңдер" деп айтқан Расул саллаллаху. Міне, бұл хадис Пайғамбар алейхиссаламның өмірінің соңғы сәттерінде айтылып жатқан сөздер мыналар. Расул саллаллаху айтады: "Біліп қойыңдар, қолдарыңды жеті қол орында ғана қол көтеріледі" деп айтқан. Бұл хадис. Қол көтерілсін деді, неше орында? 7 орында көтерілсін деген сахих хадис айтамын сіздерге. Соның 3-еуі намазға қатысты, 4-еуі қажылыққа қатысты. Намазға қатысты 3-еуі қандай жерлерде? Біріншісі, намазға келген кезде такбир тахрим аламыз ғой. Аллаху акбар деп, yani Аллаху акбар деп айту парыз, қолды көтеру сүннет. Сүннетпен бәрін толық орындайық деп, қолымызды көтереміз де Аллаху акбар деп қолымызды байлаймыз. Демек намазда бірінші қолы көтерілу керек болған сүннет амал осыны айтты Расул алейхиссалам. Екіншісі, мынау құнут дұғасының алдында үтір уәжіпте қол көтерілсін деді. Үтір уәжіпте. Үшінші ракатта құнут дұғасының алдында қолымызды көтереміз де, кейін қолымызды байлап не оқимыз ішімізден? Құнут дұғасын оқимыз. Бұл екінші орында деді. Үшіншісі, завадил такбирлерде деді. Айт намаздың. Айт намаздарда бірінші ракатта Фатиханың алдында 3 мәрте қол көтеріледі. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Айт намазда, екі айт намазда да. Екінші ракатта рукуқтың алдында көтеріледі. Фатиха оқылады, зам сүресі оқылады да, сосын Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.
енді төртінші Аллаху акбарда рукуға кетеміз. Екінші ракатта, иә. Мынау. Демек осы үш қол көтеру мәселесін пайғамбар алейхиссалам намазға қатысты айтты. Қалған төртеуі неге қатысты айтылды? Қажылықта айтылды. Біріншісі қол көтерілетін, анау қара тасқа барған кезде кеше қолдарыңыз сүйіп, бисмилля Аллаху акбар көтеріп жатсыздар ма? Міне алхамдулилля, сіздер оны түсініп жатсыздар бұл нәрсені. Ал елде әлі келмеген кісілер түсінбейді бұл нәрсені. Неге қол көтеріледі, қай жерде деп сұрауы мүмкін. Сіздер жақсы оны жеткізіңіздер. Қажылықта бірінші ана тасты көрген кезде қол көтеріледі. Екіншісі Сафа тауына шықтық қой кеше. Сафа тауына шыққан кезде ең бірінші қол көтеріп дұға қылдық па? Қол көтеріп дұға қылынады деді. Бұл екіншісі. Үшіншісі Марва тауына барған кезде ең соңында қол көтеріп дұғамен аяқтадық па? Ең соңында Марвада. Міне. Төртіншісі Арафат тауында Құдай қаласа қол көтеріп дұға қыласыздар иншалла. Үлкен қажылықта. Міне осымен хадис тамам. Демек, біліп қойыңыздар, қолдарыңды 7 орында ғана көтерілсін деп айтты пайғамбар алейхиссалам. Бұл деген сөз, демек, біздің ата-бабаларымыз да, әжелеріміз, қазір біз де пайғамбар алейхиссаламның сүннетімен келе жатырмыз. Яғни Расул алейхиссалам оқығандай намаз оқып келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Бұл ешқандай біреудің ойлап тапқан жаңалығы емес. Ешқандай бір сондай бір сүннетке қарсы келетін мәселе емес. Керісінше, пайғамбар алейхиссаламның біз несін істеп келе жатырмыз? Соңғы үлгідегі сүннетін орындап келе жатырмыз. Аллаға шүкір. Міне, шежіреміз тіке қайда барады? Бұл Абдулла ибн Масғудқа барып тұр. Абдулла ибн Масғуд пен Расулан арасында ешкім жоқ. Ол тіке Расулладан алып тұр. Бұл деген сөз, демек, біз пайғамбар алейхиссаламның үйреткен үлгіде намаз оқып келе жатырмыз. Аллаға шүкір. Дәл осы үлгіде оқып кете береміз. Басқа мазхабтағылар бізге әңгіме айта алмайды. Бірақ біз оларға әңгіме айта аламыз. Мынандай сүннет болған, одан кейін Расулаллах былай істеген ғой, сен неғып соңғы үлгіні істемейсің деп біз айта аламыз. Олар бізге не істей алмайды? Айта алмайды. Үндей алмайды. Өйткені Ханафи мазхабы жаңа айтылғандай сол Абдулла ибн Масғуд көрсеткендей Расулаллах соңғы үлгісіндегі намаз еді. Жаңа жаназа болсын. Мысалы жаназада бір жаққа сәлем беру риуаяты бар. Біз екі жаққа сәлем беретін риуаятын алғанбыз. Екі жаққа. Жаңа жерде қарасаңыз, мысалға кешеде қарап тұрмын, біреулер тал-тайып аяқтарын тигізіп тұрғысы келіп жатыр. Аяқтарын. Ал имамның өзі жаңа не айтып жатыр намазда? Истау, тарасу, сапталыңыздар, араларыңызда бос ол қалмасын. Иықтарыңыз бен иықтарыңыз тиіп тұрсын деп жатыр. Өзі аяқ деп жатқан жоқ бұл жерде. Хадисте де солай айтылған. Хадисте сапталыңдар. Сахаба айтады, біз намазда тұрған кезде мына иықтарымыз тығыз тұрған соншалықты, мына иықтарымыздағы киімдеріміз оңып кететін еді дейді. Тие бергендіктен мына жерлеріміз екі жақтан. Бірақ аяқ пен аяқ деген жоқ, жер жоқ ондай. Иық айтылған хадисте. Имам да қазір соны айтып жатыр мына жерде. Иықтарыңызды жақын тұрсын, арада бос орын қалмасын, сапталыңдар деп имам соны айтып жатыр. Мен өткенде қарадым, бір жігіт намазда тұрмын. Аяғымды басты, жай тарттым, ол да қуып келе берді, мен де қашып келе бердім. Намаз біткенше мен де аяғымды жинаумен болдым, ол да намаз біткенше менің қуумен болды. Сонда не болды? Сонда не болды? Салафиттер бе солар? Салафиттер солар. Біткеннен кейін анаған сөйлейін деген едім, бірдеңе деп айтайын деген едім, тұрды да кетіп қалды. Жарайды, мынау қасиетті жерді байланыспай қойыншы дедім, мен де үндемедім. Бірақ оны басқа жерде болса отырғызып қойып көп нәрсе айтқым келген еді. Сен намаз оқуға келесің ба, или біреудің аяғын басуға келесің ба? Сен біліп алсай конкретно не істеп жатқаныңды. Нең бар мен аяғымда? Нең бар мен аяғымда? Деп айтқым келді ана жерде. Нәпсім бірақ көтерілді. Сабыр еттім бірақ. Қойшы дедім. Сол үшін құрметті қажылар, мен сіздерге айтып жатқаным, бүгіннен соңғы дәрсіміз біздің. Бұны әдейі айтып жатырмын. Осыған дейін біз түрлі тақырыпта кітаптың жүйесі бойынша дәрс өтіп келдім. Бірақ бүгін арнайы сіздерге кешегі жаңа айтып жатқандай сұрақтар көбейіп кетті арамызда. Менен жеке-жеке сұрап жатыр да енді. Соның бәрін жинап, бүгін жауабын бәріңізге айтуды дұрыс көрдім мен. Осы елде мына әйел кісілер
мешітте ұстаздар, әйел кісілер қауымы бар. Солар қалай сіздерге намаз үйреткен болса, әйелдер кісі, солай намаз оқыңыздар. Солай. Ер азаматтарда, елде біздің қара шаңырағымыз бар. Қандай ол есімі? Бәрекелді. Қара шаңырағымыз елімізде, бәрімізді үйтіп, дін саласында отырған өрде ұлағатты ұстаздар бар, муфти хазірет бар, көмекшілер бар. Сол басшылар қарап отырған қара шаңырағымыз бар. Ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Міне сол аяда қаншама имамдар қызмет атқарып, ұлағатты ұстаз болып дәріс беріп жатыр. Қаншама халықты сол намазға келуіне себепкер болып уағыз айтып жатыр. Намаз үйренейін деген кісілерге де бір ізділікпен намаз үйретіп жатыр. Барып алып енді ырқын шырқын бұзуға ешкім хақысы жоқ. Және айтам, мешітте жаңағыдай қолыңды көтеріп намаз оқысаң, ол сүннет екен. Сүннет екен, қайта жаңа айттың. Алдыңғы сүннет болса да, демек негізі бар екен ғой деп айтуға хақыңыз бар да. Ал бірақ мешітке келіп алып, адамдардың арасында ірткі тудыру, фитна тудыру, ол харам болады. Бәлкім сол жердегі басшыға бойынсыну уәжіп болады. Имам не деп жатыр? Құрметті жамағат, біз Ханафи мазхабымен намаз оқимыз, сол үшін аяқтарыңды жинап тұрыңдар. Әминді іштен айтыңыздар деп айтты ма? Енді жамағатқа уәжіп болады. Уәжіп деген парыздан жоман, төмен, сүннеттен жоғары тұрады уәжіптің деңгейі. Уәжіп болады, міндет болады, сол имам айтқандай намаз оқып тұру. Үйіңе барған кезде қалай оқысаң олай оқы. Талтайып тұрасың ба, шпагат тұрып оқисың ба, микрофон қосып қойып айқайлап аминді айтасың ба, өзің біл. Бірақ мешітте жаңа айтылғандай ол жерде тәртіп бар. Ол тәртіп жаңа айтылғандай ол шежіре бар жерде. Бұл шежіре Абдулла Масудқа барып жатыр. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бұның бәрі дұрыс емес қой мыналарың. Сендер неге халықтың басын қатырып астыңдар десе, әрдайым мен оларға айтам, келіңдер, отырайық кітаппен, сөйлесейік. Бірақ сыртта қашып-пышып, сыбырлап, пышып деп біреуге уағыз айтпаңдар деймін. Сендер ашық кеп айтсаңдаршы бізге. Сендер айтыңдар, мойындатыңдар бізді. Кітабыңды көрсет. Міне сенікі наоборот ескі сүннет, менікі жаңа сүннет. Мен қайта сол қолын көтерген сайын, саған қарағанда бір сауап артық алып атын десе дәлелдесін. Бізге де керек сол бір сауабы. Бізде қолымызды көтерейік онда. Әмин деп айқайлаған кезде екі сауап артық алып атса, оны дәлелдесін. Бізге де сауап керек. Бізде микрофонды қосып қойып, екі микрофон қойып тұрып айқайлайық. Айқайлаған сайын сауап болса да егеленді. Ондай емес қой ол. Сол үшін бауырлар, оны дұрыс қабылдаңыздар. Және қайталап айтам, елде ұлағатты ұстаздар үйреткеніндей намазымызға ие болайық. Бүйректен сүйрек шығармайық. Міне біз сол үшін мына Алаш деген жігіттермен бірігіп, осы қажылық ұжымын сол үшін біз аштық. Біз сол үшін келдік осы жерде, жүрміз жандарыңызда. Біздің ниетіміз сол қажыларға қызмет көрсетіп мына жерде дәріс беріп, сүннет бойынша құлшылықтардың түрлерін үйретіп мына жерде. Сөйтіп, ешқандай бір сектантқа кіркетпей, ешқандай салафизмнің бірдеңесін неден жұқтырмай, аман есен елге алып қайту. Енді әрине бұл жерде жаңа айтылғандай бәрі бар бұл жерде. Әлем бар ғой енді бұл жерде. Әлемнен келді. Не бір ағымдар жүр қазір жерде. Соның ішінде салафиттарын да көріп тұрмын, олар да жүр. Оның ішінде біз де жүрміз, альхамдулилля. Сол үшін біз біреуге жауап бермейміз, өзіміз де жауап береміз. Ал жалпы мына мемлекеттің ұстанымына келетін болсақ, бұл мемлекет негізі Ханбали мазхабында. Ахмад ибн Хамбал жаңа айттым ғой. Ол да мазхаб иелері. Сол үшін біз мазхабтарын құрметтейміз. Ал бірақ өзіміздің мазхабымызбен намазымызды оқып, иншалла, осы әдебімізбен, сүннетімізден айырылмай, елге осылар қайтуымызды Алла нәсіп етсін. Енді екінші мәселе, құрметті қажылар, мынау Алланың қалауымен әйтір аз болса да, саз болса да, білім кітап ашуға әрекет жасадық баршамыз. Сол білімдерімізді амал істейік. Ғалымдар айтады, көп білу маңызды емес. Аз білсең де амал істеу маңызды. Амал істеуіміз керек. Міне, альхамдулилля, осы 13 күннің аясында барынша дәріске қатыстыңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Әйтеуір бір кісіде апаларымызды қарап отырам, дәрістен қалмай келіп жатсыздар. Енді ертең елге барған кезде ол тоқта қалмасын. Білім, және айтам, тал бесіктен жер бесікке дейді ғой қазақ. Сол білім алу парыз.
денемізден жанымыз уф етіп шыққанға дейін білім алу бізге парыз болады. Білім алайық. Бұл білім тоқтамаңыздар. Және осы білгендерімізді ертең шама шарқымыз келгенше оны іске асырыңыздар. Өтініш сіздерден. Дәл осы үлгіде мына қара көздеріміз, қыздарымыз орамалын қалай тағып жүргеніндей ертең елге барып орамал лақтырып тастамаңыздар. Міне Құдай Тағала сіздерге орамалды берді ма, ол Құдайдың бергені сіздерге. Қыз баланың әуретін жауып жүру парыз. Ертең осы орамалыңыз жәннат болады сіздерге. Тозаққа қалқан болады деген. Түсінесіз ба? Мына ер азаматтарда қаншасы намазды бастаған кісілер бар арамызда. Намаздарыңызға ие болыңыздар. Ертең елге барып, ақырындап намаз тастап кетпеңіздер. Намаз тастайтын болсаңыздар, ғалымдар айтқан, адам ешқашан намаз тастай алмайды дейді. Намаз сізді тастап кетеді дейді. Егер намазға лайықты жүре алмасаңыздар, намаз сізді тастап кетеді. Орамалға лайықты жүре алмасаңыздар, орамал сіздер тастап кетеді. Өйткені біз ешкім емеспіз, Алланың сондай парызын тастап кететіндей. Лайықты жүрсек, ол парыз бізбен бірге жүреді иншалла. Сол үшін елге барып ертең Құдай қаласа, осы білгендеріңізді, естігендеріңізді, көргендеріңізбен бөлісіңіздер. Ағайын туысқа, жора жолдастарға, сіздер сөйлемесеңіздер, олар сіздерге уағыз айтады елде. Олар уағыз айтады. Уағыз айтпасаң, уағыздаласың дейді қазақ. Сауап болады. Расул саллаллаху алейхи айтады, хиярукум, ең хайырларың дейді, ман аллама таалламаху. Үйреніп үйреткендерің дейді. Ең хайырларың. Сол хайырлы үмбеттен болайық баршамыз. Жеткізіңіздер. Өзіңіздің тіліңізбен әдемілеп, көркемдеп, жақсылап айтып отырыңыздар. Әйелдер қауымына апалар, ер азаматтарға мына ақсақал аталарымыз отыр арамызда. Сіздердің сөзіндеріңіз өтімді болады. Кейде көп нәрсе айтқымыз келеді, жасымыз кішкене ескеріп, көп жерде айтпаймыз көп нәрсені. Ыңғайсызданамыз кейде. Үлкен кісінің алдына шығып, көсіліп сөйлей беруге. Бірақ сіздер сөйлесеңіздер өтеді ол. Өмір көргесіздер, жастарыңызда әдем жасқа келіп тұрсыздар. Мына ата сақалмен ақжауықты аналарымыз сөйлесе қандай жарасында. Жастарға өтеді ол. Соны айтып жүрсеңіздер, соны жеткізсеңіздер, барып алып Құдай қаласа осы Мекке Мәдинадағы діннің мынау ұстанымдарын, діннің жаңадай қадірін соны жеткізіңіздер иншалла. Оны әрмен қара амалға асыртатын Алла Субхана Тағала, біз емес. Алла Тағала Құран кәрімде Расул саллаллаху алейхи сүйікті пайғамбарым, сен жеткізсең болды деді. Сен оларға жеткізе бер деді. Нәтиже Алладан болады. Нәтиже Алладан. Екінші мәселе, ертең осы қажылық деген ұлы сөзге кір келтірмейік. Бәріміз ертең қияметте жауап береміз. Мынау Шейх Руми деген ғалым айтады, жан дүниеңді осы дін руханиятпен көркемдеп алды, қандай болсаң солай көрін дейді. Қалай көрінсең солай жүр дейді. Міне қажылық болуымен Алла Тағала бізді жан дүниемізді де, сыртқы көрінісімізді де, мына қажылықтың киімдерін киіп жүріңіздер кеше ғана ихрамда. Алла нәсіп етті сол ихрамды киюді. Енді соған лайықты жүруге бәріміз міндеттіміз. Ертең бара салып бірден құдағиыңызбен алып қой деген тойға барып жүрмеңіздер. Бір қарасаң қызыл өрікке билеп жүрмеңіздер барып алып. Алдымыз жаз. Той Құдайдың қазынасы, той деген жетеді ауылда. Міне балдар каникулға шықты, енді тойдың көкесі басталады елде дейді. Сол үшін тойға барайық. Құдай тойдан кемде қылмасын дейді ғой қазақ. Бірақ қандай той болсын ол? Міне апам, алхамдулилlah темада. Халал той болсын, шариғатқа сай той болсын. Той деп жазып жүріп, айтып халал болса бар. Міне апам тойды күтіп отыр онда. Апам тойды күтіп отыр. Ертең қайтсақ тойға барсам дейді. Оған байланысты не? Халал болса барамын, болса бармаймын деп жазып. Машалла, міне. Апа бармай жатыр, уағызын жіберіп жатыр уже. Келсе олай боспастан деп жатыр. Егер арақсыз той болса, барам деп жатыр. Арақпен болса, ренжімеңдер деп жатыр. Міне солай, мынау кеше көрдіңіздер. Ухуд шайқасында болған жерді көрдік. Сахабалар осы дінде қатты тұрды олар. Қатты тұрды. Соның арқасында ақиқат бізге жетті. Қазақ айтады, қатты жерде хақ тұрар, қайратты жерде бақ тұрар дейді. Кейде қаттылық қылатын сондай мәселелер болады, ол жерде жеңілдік қылуға болмайды енді. Қатты тұру керек.
Сол үшін ішімдік мәселесінде басқада ықтият болыңыздар, барып жүрмеңіздер. Сіздер ертең баратын болсаңыздар, анау сол алып қояйық деп тастай алмай жүрген кісілер ертең сіздер сылтау қылады қоғамда. Анау қажылыққа барып келді, ана құдағиым, мен жақсы танимын ол кісіні дейді. Барып келді, әлі барып жүр ондай жерге дейді. Мен ондай жерге бармасам да, демек маған нормальный екен ғой дейді. Сөйтіп өзінің патуасын шығарып алады. Сонымен ертең Құдайдың алдына барған кезде ғалымдар айтқан, сондай күнәһарлар ертең сені сол жерге шақыртады Құдайдың алдына дейді. Мен сондай күнәні тастайын деп жүрген негізінде. Ана пәленше қажылыққа барып келді, ана құдам ба, құдағиым ба? Қарасам, сол жүріс баяғы. Мен ойладым, дұрыс екен ғой деп ойладым. Қайдан білеймін мен? Деп сізді ғибрат қылғандығын айтады Құдайдың алдына деген ғалымдар айтады. Ертең Құдайдың алдына біреудің істеген былығы үшін, күнәсі үшін жауап беріп тұрмайық барып. Бәлкім, жаңа айтылғандай, осы дін мәселесінде тазалық, руханиятта оған кішкене тұрып беріңіздер енді. Балаларға жеткізіңіздер, келіндерге жеткізіңіздер, иншалла оларды жіберіңіздер осы жаққа, көрсін, дұға қылыңыздар. Сіздердің Құдай қаласа, ертең елге барғаннан кейін қажылық біткен жоқ. 40 күнге шейін дұғаларыңыз қабыл болады. Бұл да шариғаттың берген бір кеңдігі. 40 күнге шейін қазір қажылықта не айтып жатсыздар? Бәрі қабыл болып отыр ғой. Елде де 40 күнге шейін осындай процесте жүресіздер барлықтарыңыз. 40 күн бойы осы дұғаңызды, тілеулеріңізді тоқтатпаңыздар. Дұға айтыңыздар, жақсы сөздеріңізді айта беріңіздер. Періштелер амин деп тұрады сіздерге. Яғни ғалымдардың айтқан қағидасы бойынша құлшылық құлшылықтан кейін басталады дейді. Намаз намаздан кейін басталады деген. Қажылық қажылықтан кейін басталады деген. Бұл деген сөз, осы қажылық деген Алла Тағала күнәңізден артылтып берді. Сауабыңды еселеп жазып берді. Кірдің 100 000 ракат сауап алып жатсың харам мешітке кірген кезде. Көзіңізбен Кабаны көрсетті Алла Субхана Тағала. Сондай өте үлкен бір олжалы қайтып жатырмыз елге, иншалла, Алла қабыл етсін. Енді шайтан ібліс бізді ертең аэропортта күтіп отыр бәрімізді. Қашан келеді қажекеңдер деп. Әр қайсымыздан құшақтасып ауылға кетеді сол бәле. Қалып кетпейді ол. Сен кете бер, артыңнан барам деген әңгіме жоқ ода. Бірге дейді. До конца бірге жүремін сенімен деп жатыр. Аттың мына жаққа келе алмай жатыр да, мына қасиетті жер ғой. Ол ібліс әнеде күтіп отыр. Сол үшін солармен одан ешқандай не жоқ бізде, қорқатын жеріміз жоқ. Алхамдулилля, Алланың шариғатында біліммен қаруланып алдық. Қай жағынан келсе де бисмиллахмен ата беріңіздер оны. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтты пайғамбар алейхиссалам. Шайтан уасваса қылып жатқан кезде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтыңдар деген. Сол қуылған шайтаннан, Алла, сенен пана тілеймін, сенен жәрдем сұраймын деген сөз мағынасы. Сон әрдайым әдетке айналдырып алыңыздар. Қандай да бір жаман ой келе ма, тойға барайын ба, бармайын ба деп тұрғанда. Ауызбен айтыңыздар, шешім қабылданады. Барасың или бармайсың. Сол халал деп шақырып алып, кейін артынан шайнек кеп атқан болса, сол сөйлерде саясыздар ғой. Таймайсыздар, саясыздар. Жақсы, мен жүре берейін. Оған керегі сіздің той анаңыз, конвертті жақсылап қолына беріңіз да, той құтты болсын айналайын. Мен кеттім де. Осы Алла Субхана Тағала бізге ақыл берді, парасат берді. Сосын құрметті қажылар, Алла қабыл етсін баршаларыңызды. Алла сауаптан жазсын. Енді кішкене кем-кетіктеріміз болған болса, кешіріп қойыңыздар. Өйткені кемшілік жоқ Алла Субхана Тағаланы барынша осы мына алаш тобына дұға қойыңыздар. Барынша сол қажыларға қызмет қылайық деп көріп жатсыздар, жігіттер аяғынан тік тұрып қызметте жүр баршасы. Оған қосымша қаншама қажылардың ішінде жүрген мына бауырларымызды күніге түскі көріп жатсыздар қалай қызмет қылып жатқанын. Сіздерден бірақ нәрсе тек дұға қылсаңыздар болды. Құдай қаласа ертең бір күніміз қалды. Ертең бір күн толық ертең құлшылыққа арнап жатырмыз. Алла қаласа ертең сөйтіп түнде жолға шығып елге қайтатын боламыз.